Бүгін Наурыздың құрметіне өзім ірімшік қайнатып жатырмын. Қараңыздар, алдыңғы жолы жасағам керемет болған тура базардағыдай. Мына қазір қоңырқай түске енген кезде тіптен дәмді болады піскен кезде. Бұл ірімшікті айран қылып үйтіп алдым. Міне айранымыз. Бір сиырдың сүтінің өзінен қаншама өнім алып жатырмыз. Мысалға айраннан ірімшік жасадым. Осы айранды сүзіп қатық жасап, одан мынандай керемет құрттар жасадық. Бұл балаларға өзімізге таза кальций. Балаларыңыздың сүйектерінің қатаюына, тістерінің жақсы болуына, сүйектеріміздің жақсы қимылда болуына осы біздің құртымыздың пайдасы зор. Қазағымыздың дастарханы өте бай ғой. Өйткені осы бір сүттің өзінен кілегей, майымызды алып жатырмыз, ірімшік, қолдан жасалған өнімдерге баға жетпейді. Сіздерге де осындай өнімдерден керемет үйде қолданатын өнімдер жасауды ұсынамын.